Тәжірибелі заңгер халыққа тегін кеңес беруде. Қаламызда тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында семинар өтті. Жиынды мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ұйымдастырды. Жер мәселесі жөнінде тәжірибелі заңгер Бақытжан Базарбек заңдық тұрғыдан халыққа тегін қызмет көрсетіп жүр. Сондай-ақ аталған мәселелерді шешу мақсатында әр облыста семинарлар ұйымдастыруда. Қарағанды осындай кездесу өткізген 16-шы қала атанды. Тұрғындардың көбі жеке тұрғын үй құрылысына берілетін жер кезегі, жер учаскесін игермеу, пайдалану мақсатын өзгерту, тізімге тұру тәртібі және қызыл сызықтар мен шекараларды айқындау сынды көмекке жүгінетін көрінеді. Бұған дейін семинарға 1600-ден астам адам қатысып, олардың 1000-нан астам сауалдары тиісті уәкілетті органдарға жіберілген. Басты мақсат азаматтарға құқықтық көмек көрсете отырып, халық пен мемлекет арасындағы сенімділік пен өзара байланысты нығайту болып табылмақ. Көбінесе азаматтар енді 10 сотық жерді қалай аламын деді. 10 сотық жерге байланысты тізім жылжымайды деді. Арызды қай жерге беру керек, арызды берудің тәртібі, оны рәсімдеудің тәртібі, жаңағы оны тізімге тұрудың тәртібін біле бермейді. Мысалы айталық, азаматтың арызы беріліп, арызы 2 айдан астам қаралып жатыр. Заң бойынша 2 ай болса, астам қаралып жатыр. Егер де бұл шынайы өзінің шешімін тауып отырса, мұндай жағдайларда тиісті сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік департаменті ол тиісті жаңағы құқықтық несін береді, бағасын береді. Яғни тексеріс жүргізеді, және соған байланысты заң бұзған тұлғаларға тиісті жауапкершілікке тарту мәселесі көрсетілген. Алдағы уақытта дәл осындай семинар Қостанай, Көкшетау, Петропавл, Астана және Алматы қалаларында өтеді деген жоспар бар. Жиын қорытындысы бойынша арнайы жоспар жасалынып, шешу жолдары қарастырылатын болады. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.